заңына сәйкес қазақ тілі республикамыздағы негізгі тіл. Мемлекеттік тіл болуына орай оның қолданылу аясы бедел мерейі мемлекет ішінде ғана емес, халықаралық қатынастар деңгейіне дейін артып келеді. Тіл тағдыры, ел тағдыры. Тілін қастерлемеген халық елін де, жерін де қастерлей алмас. Мұхтар Шахановтың «Төрт ана» атты өлеңімен 6-шы В сынып оқушысын социал ақнұрды ортаға шақырайық. Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала, мазмұн жоқтан мазмұнсыздық шыға келер ортаға, әр адамды өз анасынан басқа да ғұмырына етер мәңгі астана. Жебеп жүрер арқада, болу керек құдіретті төрт ана. Туған жері түп қазақ айбыны, туған тілі мәңгі өнеге айдыны, жан байлығы салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі, және туған тарихы еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да. Құдірет жоқ төрт анаға теңгелер, онсыз санан қаңбаққа ұқсап сенделер. Төрт анасын менсінбеген пенделер. Төрт анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. Төрт анасын сыйламаған халықтың ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл төрт ана, тағдырлардың тынысы, төрт ана үшін болған күрестердің ұлысы. Қазіргі таңда мемлекеттік органдар мен ұйымдарда, қоғамның жан-жақты салаларында мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында нақты қадамдар жасалуда. Басты мақсат тілдік мұраны сақтау, қоғамдық өмірдің барлық саласында қазақ тілінің қолданылуын қамтамасыз етіп, оның барынша дамуына қол жеткізу. 1989 жылғы тұңғыш тіл туралы заң алғашқы конституция қабылданып, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі бекітілді. Ал 1997 жылы тіл туралы жаңа заң қабылданды. Мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту туралы, тілдер туралы заңдардың сақталуына бақылау жасаудың тәртібі туралы ереже, мемлекеттік тілде құжат дайындауды жүзеге асыратын әкімшілік қызметшілерді көтермелеу туралы қаулылар қабылданды. Осының бәрі көп ұлтты Қазақстандағы тіл мәртебесін көтеру мақсатында жүргізіліп жатқан іс-шаралар. Сахнада 6-шы В сынып оқушылары, қарсы алыңыздар. Yeah.
мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында әрбір мемлекеттік мекемелерде, оқу орындарында, әсіресе өзге ұлт өкілдерінің қатысуымен көптеген игілікті іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Біздің мектебіміз аралас мектеп болғандықтан, мектеп әкімшілігінен бастап барлық ұстаздар қауымы, әсіресе қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімдері мемлекеттік тілді үйретумен қатар, қазақ халқының бай мұрасын, әдебиеті мен мәдениетін, салт дәстүрін, әдет-ғұрпын өзге ұлт өкілдері оқушыларына барынша насихаттап жатқан жайы бар. Соның дәлелі, сахна төріне 8-ші В сынып орыс сынып оқушысы Әзербайжан ұлт өкілінің Амир Аслан Асланды Құрманғазының адай күйімен шақырамыз. Күй тыңдаған шаққандай, көктемдегі бақтардай, тұңғиық көк аспанға аққу ұшып жатқандай. Ұлтым Азербайжан болса да, кішкентай кезімнен қазақтың қара домбырасына ғашық болғаныңыз Амир Аслан Аслан сізге Құрманғазының адай күйін орындап беремін. Болашағымызды баян етер басты қаруымыз тіліміз. Кез келген мемлекеттің, елдің ең негізгі рәмізі де, ұраны да, тірегі де сол елдің ана тілі болмақ. Көп тіл білсең, көкжиегің кең болар. Құрметтейді кісекең деп төрге озар. Қай елде жүрсең де бұл дұрысы мемлекеттік тілді үйренген жөн болар дей келе, сахна төріне бастауыш сынып оқушыларын шақырамыз. Отан туралы Мұғалли Магатаев, мен оны түнін сүйіп, күнін сүйіп, ағынды өзен, асқартау көлін сүйіп, мен оның қасиетті тілін сүйіп, мен оның құдіретті үнін сүйіп, бар жындығын сүйемін, кібірлаған, бірі маған, отан деп сыбырлаған, жаным менің кеудемде жарып шықты, бастырғайы бұл оны шырылдаған, отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Туған өлкем, көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жапырақ сепкен, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын тәнді даласы ба, ақ күмістей қаласы ба, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Туғы өскен алуан, тоз алқабым алған толған, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Ер еңбегі шалқып тасқан, ел еркінде бақыт тапқан, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Сонау 5-6 ғасырдан бастап уақыт санына төтеп беріп, бүгінгі күнге дейін жеткен Орхан Енесей, Талас сынды жазушылары қазақ тілінің кезінде өркендеп гүлденгенін дәуірін аяқтайды.
қазақ тілі Әйдеке, Төле, Қазбек билер сынды шешендердің Абай, Жамбыл, Ахмет, Мағжан, Сәкен, Мұхтар сияқты алып ақын жазуларының, Қажымұқан, Бауыржан батырларының тілі, қазақ тілі қазақтың жоғын жоқтап, өткен Шоқан Уәлиханов пен Тұрар Рысқұловтай арыстың тілі. Иә, осыншама алыптар сөйлеген әлемге әйгілі ғажайып тілді бүгін бізде асқақтау қасиетті борышымыз деп білеміз. Алдарыңызда 7-ші орыс сыныбының орындауында хор. Мектебімізде орыс сыныбымен қатар қазақ сыныптарда білім алып жатыр. Оларға талап күшті. Ана тілінің өсіп өркендеуі мақсатында көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Солардың бірі сөз маржанын теріп жүрген біраз оқушыларымызды ұстаздарымызға айтысқа баулып жүрген жайы. Сахна төріне 9-шы сынып оқушылары Саржан Рахымжанат пен Әбжәмиев Диасты ортаға шақырамыз. Ассалаумағалейкум, асыл халқым. Ежелден сәлемдесу ата салтым. 9 аның алтынан келіп тұрған сәлемнің Диасын қабыл алдым. Мектебім алтын ұян бесігім, білімдіге әркез ашық есігін.
Күмістей апайдан тәлім алып, әр уақытта есте болар есім. Әкем беріп барлығынан ақылды, әбжәм үйдің немересі тартынды. Күмістей әжем бар анам Райхан, біле тұғын ата дәстүр салтынды. Айтыс деген байқауы ақылдының. Бағалайды қазылар ақындығын. Мен де келдім өнерді паш етуге, Диасының өнерін бағалаған. Армысың келіп отқан көпшіл қауым, сәлем берем иіліп ұстазға да тосқан. Сәлем бердім қарсыласың өзіңе. Текті болып жаратылған қазағымның айтыскер баласының қарапайым. Ел болып келіп қалдым, Диасақын мен сенің айтыспақ. Әкем атты Құдайберген асқар тауым, анам менің Айгерім жүзінен төгілетін күннің нұры. Ал өзіме келсе, қарапайым ауылдан шыққан бозбалар Ақынжан. Ал енді көп сөзбай бастайық қане айтысты, қарсыласым сәттілік тіледім өзім. Таныстырмай бастайын мен, тәуелсіздік тақырыбын қозғайын. Орысшала орыстарды қаңғылып, ана тілін білмеу қандай заңдылық, жалпақталған өсер балаң тұрғанда, қазақ тілі жасау керек әңгілі. Ей қарсылас айтшы маған шындықты, ақтадық ба зия сенген үмітті. Күні болған қазағымның сорлаған, қасіреттің қара бұлты торлаған, ешқашанда тарихында даланың кешегіндей бұрыс кету болмаған. Сайрайыншы, айтайыншы шындықты, талай заман, талай адам өзгерді. Өзгергенде шүкір қазір көз көрді. Арың менен ақиқаттың алдында шындықты айтып шыңғыратын кезде. Мен ойлаймын, ақтамадық үмітті, талай қазақ мәңгілік болып құрылды. Осылардың бәрін қазір ойласам, бас айналып, көз бұлдырап кетеді. Жастар біздер ұтпайықшы құрылысқа, сақтайықшы тәуелсіздік бірлікті. Міне сонда ақталар, аталардың бізге артқан үміті. Айғарсылас тоқтатайық айтысты, тоқтатпайық арадағы достықты. Келесі жылы 90-да көрісіп, айтысайық тағы да біз көрікті. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, қазақ халқының ана тілі. Шексіз бай, шұрайлы, тегеуріні мықты, көркем, дана сұлу, рухани бай, абай әндеген, жамбыл жырлаған, мәңгілік елдің мәңгілік тілі. Сахна төрінде Муслим Масима қыздарымызды қазақ биімен, қошеметпен шақырайық.
Қазақстанда тұратын этностардың тілдеріне құрмет көрсету, олардың ана тілі мен төл мәдениетін дамытуына жағдай жасау мемлекетіміздің маңызды стратегиялық міндеттерінің бірі. Республика бойынша халық саны жағынан да түрлі этностың басым шоғырлануымен де бірінші тұратын және тілі мен салт дәстүрдің сақталуымен ерекшеленетін өлкенің бірі де осы Алматы қаласы. Алдарыңызда 7-ші сынып оқушысы Сабитова Альмина, Сырбай Мәуленовтың «Менің республика» өлеңі. Тауды көрсең күн көзімен таласқан, аспан көрсең аймен күнге жол ашқан. Менің байтақ республикам даласы, менің көгім мөлдіреген сол аспан. Дала көрсең көкжиекпен ұштасқан, көлді көрсең секілді бір түскі аспан. Менің байтақ республикам даласы, менің көлім теңізбен қол ұстасқан. Орман көрсең кең даланы ораған, жолдар көрсең шарттарыққа тараған. Менің байтақ республикам даласы, менің көлім теңізбен қол ұстасқан. Ал біздің мектебіміздің өзінде 30-ға жуық ұлт өкілдері білім нәрімен сусындап жатыр. Олардың бәрі қазақ тілін екінші ана тіліміз деп санайды. Алдарыңызда түркмен ұлтының өкілі 11-ші В сынып оқушысы Серкешев Элдардың «Мен қазақпын» өлеңімен қарсы алыңыздар. соншалықты мол. Ләкин қазақтың тіліменен қандай кітап болса да жазуға болады деп ұлы ұстазымыз Ыбырай Алтынсарин айтқандай. Ал енді туған еліміздің тілін ардақтап,
сол тілде сауатты жазып, ойымызды жеткізе білсек, нұр үстіне нұр болар еді. Қазіргі таңда қазақ тілін оқу мен оқытудың жан-жақты зерттеп, дамыту жауапкершілігін алға тартып отыр. Тілдің байлығы, сөздік қорының өсуі сол елде тұрып жатқан халықтың мемлекеттік тілге деген көзқарасына байланысты. Елімізде тұрып жатқан барша ұлт өкілдері Қазақстанды өз атамекені санайды. Келесі тыңдайтындарыңыз хор атамекен әні. Қымбатты қонақтар, ұстаздар және оқушылар, тілге құрмет, елге құрмет атты кешімізге келгендеріңізге көп рахмет.